Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Әлем мұсылмандары сағына күткен қасиетті айдың келіп жетуі шын мәнінде барша мұсылмандар үшін үлкен қуаныш. Себебі тарих беттеріне қарайтын болсақ, сахабалардың дәуірінде де бұл қасиетті айды қимастықпен қоштасып, сағынышпен қарсы алатындығы жөнінде хабарларды көзіміз шалады. Сахабалардың өміріне қарайтын болсақ, бұл қасиетті Рамазан айымен 6 ай бойы қоштасып жүреді екен. Оның берекетінен, қайыр жақсылықтарынан арыла алмай 6 айға дейін тілге тиек етіп, бір-бірлеріне сол Рамазанның жақсылықтарын жарыса мақтанып айтып жүретін болған. Және де келесі 6 ай сол қасиетті Рамазан айының келуін күтіп, сағынышпен қарсы алып, сол Рамазан айының жақсылықтарын бір-біріне жарыса мақтанып айтып жүретіндігі жөнінде хабарлар келеді. Мұсылмандардың қуанышына айналған қасиетті Рамазан айының келіп жетуімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бұл Рамазан айы берекеге толы, мерекеге толы ай. Бұл ай кешірімділік айы, бұл ай жақсылықтың айы, бұл ай қайырымдылықтың айы, бұл ай тақуалықтың айы, бұл ай сабырлықтың айы, бұл ай нәпсі тәрбиесі айы. Сондықтан иншалла осынау қасиетті берекеге толы қасиетті аймен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда өз үмбеттерін, өз сахабаларын жанындағы мұсылмандарды Рамазан айы келген кезде сүйіншілеп хабарлайтын болған. Хадисте келеді: "Қад жаакум Рамазану шахрун варакун ифтарадаллаху фихи алейкум сиямаху." Сендерге ораза парыз етілген Рамазан айы келіп жетті. Туфтаху фихи абуабул жанна ва туғлаху фихи абуабун нар ва туғалла фихи шаятин. Бұл айдың ерекшелігі осында жатыр. Бұл қасиетті Рамазан айында 8 жәннат өзінің есігін айқара ашып, 7 тозақтың есігі жабылатындығы жөнінде хабарлайды. Және де бұл қасиетті Рамазан айында адам баласын азғырып, басын тауға да тасқа да соқтыратын азғырушы шайтандардың кісенделетіндігі жөнінде хабарлар келеді. Және де Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл айдың ерекшелігін тағы да былай айтады: "Фихи лайлатун мубаракун хайрун мин альфи шахр." Бұл қасиетті Рамазан айында бір түн бар, ол түн 1000 айдан да қайырлы болған. Яғни 83 жыл 4 айдан да қайырлы болған бір түн бар дейді. Енді кім осы түннің жақсылығынан, берекетінен құр қалса, шын мәнінде барлық нәрседен құр қалды дейді. Қарап отырсақ, хадистегі 83 жыл 4 ай деген бір адамның ғұмыры. Ендеше қасиетті Рамазан айында бүкіл мұсылмандарды Алла елшісі құлшылыққа қызықтыру мақсатында осындай ерекшеліктерін айтып өткен. Сондықтан да ардақты ағайын, бізбенен сіз де қасиетті Рамазан айында толыққанды амал жасап, Алланың разылығына бөленуді мақсат етіп оразаны ұстап беретін болсақ, иншалла сол бір қайырға, берекеге толы болған қадір түніне кезігіп, 83 жыл 4 ай амал жасағандай сауап алатынымыз ақиқат. Ендеше осы қасиетті Рамазан айының келуімен Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам халықты сүйіншілегендей, халықты қуантқандай, біздің қазақ халқы да Рамазан айы келген кезде ағайын тумаларын, жақын жуықты бүкіл ауылды жарамазан айтумен Рамазан айының келгендігін хабарлайтын болған. Жарамазан сөздерінде айтамыз: "Жарамазан ауылыңа бақ қонсын, әр мұсылман қауымына береке құта келсе, оразайы жаз жайлау, жарық енсін ауылыңа." Мұхаммед үмбет айтқан Жарамазан бір келер, 12 айда ораза иман деп, ауылдың боз балалары, жастары үйді-үйді аралап қасиетті Рамазан айының келгенімен хабарлайтын болған. Енді осы қазақтың Жарамазан деген сөзі шығу тегіне үңілетін болсақ, бұл араптың тіліндегі «Жаа Рамадан» деген сөзден алынғандығын айтады. Яғни «Жаа Рамадан» деген сөз Рамазан келді деген мағына. Енді осы сөзді біздің қазақ өзінің тіліне бейімдеп Жарамазан немесе Жарапазан деп атап кеткен. Атақты ұстаз атанған Ахмет Байтұрсынұлы да өзінің кітаптарында бұл Жарамазан деген сөздің Рамазан сөзінен алынғандығын айтады. Және де Жарамазанды ауылдың боз балалары немесе кәсіп етіп алған үлкен адамдар елді аралап, ауыл-ауылды аралап, Рамазан айының келгенімен құттықтап, бір-бірлеріне дұға жасайтындығы жөніндегі хабарларды келтіреді. Ата бабаларымыз құрметтеген осынау қасиетті айды біз де барынша ардақтап, осы айдың берекетінен құр қалмауымыз керек. Ардақты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді: "Мән сама Рамадана имана ва ихтисаба, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: кімде-кім қасиетті Рамазан айын
шынайы ықыласпен сауабын Алладан үміт ете отырып ораза ұстап беретін болса, ол адамның өткен күнәларының барлығы кешірілді дейді. Ендеше кешірімге толы қасиетті Рамазан айында толыққанды ораза ұстап, Алланың кешіріміне бөленуді баршамызға нәсіп етсін. Уассаламун алал мурсалин. Альхамдулиллахи раббил аламин.